Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен электр терістілік және байланыс полярлығы тақырыбын қарастырамыз. Оқу мақсаты атомдардың электр терістілік ұғымының физикалық мәнін түсіндіру және оның негізінде химиялық байланыстың түрін болжау. Сіздер химиялық элементтің металл және бейметалл болып бөлінетінін білесіздер. Металл атомдары валенттілік электрондарын беруге қабілетті элементтер. Бейметалл атомдары электрондарды қабылдайтын элементтер. Металл және бейметалл әрекеттескенде алғашқысының атомы электрондарын береді, ал екіншісінің атомы электрондарды қосып алады. Терістілік элементтің сыртқы электрон қабатын толықтыруға ұмтылысын сипаттайтын шаманы айтады. Заттардың формулаларын жазғанда электр терістілігі төмен элемент алдымен, ал электр терістілігі жоғары элемент соңынан жазылады. Химиялық байланыстың түзілуі мен оның қасиеттері әрекеттесу элементтердің атомдардың құрылысына тәуелді болады. Егер байланыс түзуші элементтердің электр терістілігі бірдей болса, ковалентті полюссіз байланыс болады. Байланыс түзуші элементтердің электр терістіліктерінің айырмашылығы аз болса, ковалентті полюсті байланыс түзіледі. Электр терістілік қосылыстағы химиялық элемент атомдарының ортақ электрон жұбын өзіне тарту қабілеті. Электр терістілік период бойынша солдануға қарай артады, топ бойынша төменнен жоғарыға қарай артады. Элементтердің химиялық белсенділіктері осы сыртқы электрондық қабаттарының аяқталмағандығынан болады. Олар енді қосылыс түзу арқылы ғана осындай аяқталған қабатқа электрондарын беру немесе электрондарды қосу арқылы жетеді. Ал мұның өзі екі жайтқа тәуелді. Элементтердің электрондық құрылысына, атом радиусына, ядро зарядына, протоны көп болса, ядромен байланыстырушы электрондар арасындағы тартылыс күшті болады. Атом радиусы ядроға жақын, ядромен байланысқан электрондар жұбы арасындағы тартылыс күші болады. Кедергілер: ядромен электрондар арасындағы электрондардың қабықшалары азырақ, экрандау аз, ядромен байланысқан жұптың арасындағы тартылыс күші. Элементтердің электр терістілік кестесі немесе Полинг шкаласы. Мән беріп қараңыздар. Бұл жерден байқайтын болсақ, жоғарыда айтып кеткен металл мен бейметалдардың электр терістіліктеріне мән берейік. Бейметалдардың электр терістілігі 2-ден үлкен болады. Металдардың электр терістілігі 2-ден кіші болады. Мысалы, литийдің электр терістілігі 1-ге тең болатын болса, металдардың ішінде, ал бейметалдарда жоғары электр терістілікті фтор көрсетеді. Ол 4-ге тең. Тағы бір ескеретін жағдай, период бойынша солдан оңға жүрген сайын металдық қасиет әлсіреп, бейметалдық қасиет артады және электр терістілік мәнінің артатындығын байқадық. Топ бойынша жоғарыдан төмен түскен сайын металдық қасиет артады, электр терістілік мәні кемейді. Мына сызба нұсқаны жазып алыңыз. Екі элементтің арасында түзілген байланыстың табиғатын электр терістілік мәндері арқылы болжауға болады. Байланыстар әдетте төмендегідей жіктеледі. Бұл кестеден біз электр терістілік айырмашылығы, байланыс түрі және соларға келтірілген мысалдарды көруге болады. Электр терістілігі ең жоғары элемент фтор. Электр терістілігі ең аз элементтер цезий және франций. Қарапайым металдың электр терістілігі 1. Қарапайым бейметалдың электр терістілігі 3. Металлоид типтестердің электр терістілігі 1,8. Электр терістілік және байланыстардың табиғаты. Бір-бірімен байланысқан екі атом электр терістіліктерінің арасындағы айырмашылық байланыстың қаншалықты полюсті екенін көрсетеді. Таза коваленттік байланыстар мен таза иондық байланыстар нағыз байланыс түрлері. Егер байланысқан атомдардың электр терістіліктерінің арасындағы айырмашылығы өте аз болса, байланыс салыстырмалы түрде полюссіз, ал егер айырмашылығы үлкен болса, байланыс полюсті болады. Полюстілік ара қашықтықпен бөлінген теріс таңбалы электр зарядтарының болуы. Электр терістілік атомның электрондарды тарту қасиеті 0-ден 4-ге дейінгі межеде өлшенеді. Тиімді ядролық заряд сыртқы энергетикалық деңгейде электрондарға әсер ететін оң заряд болады. Экрандау әсерінен тиімді ядролық заряд ядроның нақты зарядынан аз.
Қорытындылай келе, электртерістілік атомның басты химиялық қасиеті, молекуладағы атомның ортақ электрон жұбын өзіне тарту қабілетінің сандық сипаттамасы. Периодтық жүйеде элементтердің электртерістілігі әр периодта солдан оңға қарай өседі. Электртерістілік үлкен мән галогендерге, ал ең кіші мәні сілтілік металдарға тән. Топ бойынша электртерістілік жоғарыдан төмен қарай кемиді. Демек элементтердің металдық қасиеттері күшейеді.